Винни-Пух мен саған айттым очкиң шешіп кел деп. Тұрың, грозный істеші. Вот, осылай барамыз. Только дайындалыңдар максимально. Басталды. Кеттік. Давайте. Дагес, Қабдол, тоқтар! Оппаны. Қабдол, сен чортсың ба не? Сен қыздар напрягать етіп жүр ма? Ана агромаштағы Полина емес па? Түсінбедім, сонда екеуі жүре ма не? Сендер не істеушісіңдер мына жерде? Бұлар не істейсіңдер жігіттер? Қазір ғана Дариға тәте хабарласты. Столовыйда тегін десерт деп отыр. Қазір келіңдер деп тұр. Жүріңдер жейік. Одан соны жейік. Жандос! Давай, кейін хабарласамыз. Ой, я Дим. Повышение алдым. Не істе таңғаласыңдар? Ожидаемый нәрселер ғой. Айтып отырмын ғой, брат. Маляр деген заводтағы екінші адам ғой. Бірінші бастық, сосын мен ғой. Кімді? Ініңді ма, братан? Уже заводта машина жинап жүр деп ойлай берсе, братан. Родственники нужно помогать друг другу. Машинаңды жөндеп берем ғой, братан. Келе берсей қалаға. Ахат, давай. Бірінші ауылдан қалаға жетіп жүрсен. Повышение құтты болсын. Енді зарплатаңның 50% маған беріп тұрасың. Не үшін? Қалай не үшін? Ни хрена не шариш. Ертең маған звондап, анау қалай, мынау қалай деп миымды қатырасың. Ал менің білімім бесплатный емес. Мен интернетті көп отырамын ғой. Сосын ана бөлігі бизнесмендердің видеосын көп қараймын. Сіз осы аға бар ғой? Андай таксовканы чисто для души алып жүретін сияқтысыз, иә? Басқа бір бизнестарыңыз бар ғой, ақша келетін сізге. Жарайды, көп сөйлей бермеш. Міне келдік. Процентіңді ұмытпа. Ой, я. Қалайсыңдар? Не істеп жүрсің сен кеше? Біз сен ойладық қой, бір напрягать етіп жүр біреу деп. Қыздармен шуры-мұры гонять етіп жүрсің сен, Былай ғана, агромаш холдингтағы. Инстаграммен. Соборның ар жағынан. Полина деген. Жүріп жүрміз, короче. Сен стендап оқымай қойшы, пожалуйста. Әңгіменің басы бар, соңы жоқ. Сендер сонда Америка мен Мексика сияқты забордың екі жағынан сөйлеп тұрасыңдар ма не сонда? Бір ұрайын ба. Әңгіме етпей қойшы сен, пожалуйста. Мен ғой шығарып жүрген. Сен біреу напрягать етіп жүр ма деп ойлағам ғой. Оңбай жүрсіңдерге? Қалтаң тексеріп көргенбіз ғой? Тексеріп көргенбіз? Тексергем, бір өзім тексердім. Сонымен қалтаңда микрозайм дейтін визитканы көріп қойғам ғой. Олененок, сағат 8-де приходи деп. Өсей, Жандос? Олененок, зоопаркқа апартсам жыныма тиме. Шөп жейсің ба ұжынға? Жандос? Марат Мұхтарович, мен отчеттің бәрін дайындап, уақытында тапсырып қойдым. Молодецсің ғой, Айгера. Сен өте ответственный адамсың ғой. Маған бұрынғы қызым, сен безответственныйсің дейтін. Прикинь, мен оны бір күні бар ғой, ресторанға шақырам да. Өзім оның подружкасымен кетіп қалғансың ғой, қадырып. Ресторанды ұмытып кеткенсің ғой. Жоқ, енді мен безответственный емеспін. Мен зато оның подружкасына кешікпей уақытында бардым ғой. Бояу цехына материалдар жетпей жатыр. Маған махаббат жетпей жатыр. Білесің бе, маған үйдегілер бар ғой, қашан үйленесің деп закалеп алып шығарды ғой. А я не хочу без любви. Негізі мен романтикпін. Солай деңіз. Сварка цехында биыл жаңа жылда фейерверк қарағанша лучше жұмыс жасайық деп отыр. Әйгерім, сен неге жұмыстан басқа ештеңе айтпайсың? Жұмыс. Жұмыстан басқа ойыңда бір нәрсе бар ма өзі сенде? Енді Марат Мұхтарович, сіздің кабинетте жұмыстан басқа не айтарымды білмеймін. Айтатын ештеңе жоқ болса, онда мен айтайын. Білесің бе, мамам айтады да. Так, стоп. Маған жұмыс жасау керек. Ал сізге осының бәрін тыңдайтын арнайы маманға бару керек. Ничего, охранниктерге ма не? Жоқ, психологқа.
Әйгерім, не деп тұрсың сен? Мен псих деп тұрсың ба, или мен чортпын ба? Марат Мухтарович, я серьезно. Мен барғым келген, біздің психолог отпускіде ғой. Бірақ ешкімге айтпай жарай ма? Жарайды. Ну, давайте мен сізге жақсы психологтың номерін берейін. Да? Кажется, сізде эмоциональное выгорание. Жандос кінәлі ғой. Я әбден мен қаным түсіп бітті ғой сол. Әйгерім, выгорание деген не болады? Как раз сол психолог сізге бәрін түсіндіріп береді. Қазір номерін жіберем сізге. Ну чё, как там твои друзья? Прикинь, они думали, что меня... Нет, что я кого-то там прессую. Опять. Переживают за меня. Ты мой хулиган, олененок-хулиган. А когда мы теперь с твоими друзьями будем знакомиться? С родителями? Ну что, Полина, рассказывай, как познакомились? Ну, мы с олененком. Че, күлмеңдер. Как? Олененок? Олененок. Дариға Төтеу, бізге адамдарға 2 манты, жануарларға, точнее, олененкқа бір пресс шөп бере салыңызшы. Олененок. Полин, может, нам не стоит торопиться? Кабдол, мы год уже вот так вот общаемся, скрываемся постоянно. Или ты меня стесняешься? Не стесняйся, просто это. Нет, уже нашему шефу сказал же. Марат Мухтаровичу? Да, Марат Мухтаровичу. Пока ему сказал, потом остальным сотрудникам, потом родители, друзья, ата, әже, кете береді ғой. Я так люблю тебя, мой олененок. Эй, сисе қойын десең, дәл үстінде отыр, қана жерде. Кстати, у меня есть подарок. На витрине увидел, сразу тебя вспомнил. Смотри, какая красота. Спасибо большое. Это так мило. Ну, у тебя получше получилось бы. Но, вот так как-то. Нравится? Ну, у тебя тяжело работаешь. Такие огромные комбайны, тракторы. Тебе не тяжело? Ты сама нежная, хрупкая там. Да не особо. Я тяжелую работу не делаю. Тем более, там мужчины мне часто помогают. Слышь? Мужчине помогают, что ли? Алло, кім екен бұл? Конечно, таныдым, братан, ё-моё. Қалайсыздар? Қалаға келдіңіздер ма? Иә, шаруалармен келгенбіз. Я сол заодно лешекке кіріп шығайық деп, как раз машиналарды қарап жүрсең, что-то сынай береді машина. Машина болсын, бұзыла береді, братан. Енді бірақ мен қазір завскладпын ғой. Қазір специалисттер көп, жұмыста көп, түсінесіз ғой енді. Сен қалаға келгелі өзгеріп кеттің ғой. Деловой кәдімгі. Туысқандарыңды ұмытып, братандарыңды ұмытып. Сенің әке-шешеңді қарашы. Тым өзгермеген кәдімгі. Ал Жандос болса прям важный. Папаң біліп қойса ұят болады ғой. Братан, енді до конца айтып жатыр едім ғой. Түсініңізші. Просто бізде специалисттер қазір болса емес, тем более машинаңызды өзім қарайын деген ғой. Как бы братанның машинасына деген доверие ғой. Так что әкеле беріңдер, смело. Давай, братан, хабарласам, связь. О, еңбек сіңірген маляр. Қалай бірінші күн? Жақсы, тамаша, сен сияқты ғой. Бірақ маляр болсам да білесің ғой. Инженер ғой менің уровенім. Настрой мықты, бірақ ол үшін диплом керек. Сен келе салып мен инженермін де алмайсың ғой? Енді диплом жоқ, бірақ андай подсознаниеда, миымда инженер екенімді біліп жүрмін да. Түсінесің ғой сен? Түсінем. Айтайын дегенім, бізде инженерлерді оқытатын колледж бар, может, оқып аласың? Учиться никогда не поздно, тем более бұл сенің арманың. Да? Бір инженерлерге сабақ беретін колледжге барып, сабақ беріп тастайын ба? Всем по твою уверенность. Ладно, жұмыс көп. Сәттілік. Давай, пока. Енді зарплатаңның 50% маған беріп тұрасың. Не үшін? Қалай не үшін? Ертең маған звондап, анау қалай, мынау қалай деп миымды қатырасың. Колледж дейсің ғой да?
Иди докрути. Да, мой олененок. Прости, забыла. Да, все хорошо. Сейчас подойду. Қабдол, не қылып тұрсың сен? Не, жұмыс жоқ па не? Кім? Сен? Мен ба? Мен жай ауа жұтып серік алайын деп. Что-то сен бар ғой, соңғы кезде маған ұнамай жүрсің, Қабдол. Какой-то странный. Қияри болып кеткенсің бе? Саған қыз табу керек, срочно. Қыз ба? Ну? Ойланып көрейін. Давай, надышался? Иди работай, чего стоим? Бар жұмыс істе. Давай. Менің атым Марат. Мені бірақ Марат Мұхтарұлы деп атаңыз. Все-таки сізге ақша төлеп отырмын ғой. Мен сразу айтайын, сіздің магияңызға мен сенбеймін. Жалпы мен псих емеспін. Просто сөйлесетін адамым жоқ. Сіз менің қолымды өте қызық қыстыңыз. Кезінде әкеңіз бен анаңыз ажырасқан ба? Сіз уже магияңызды пайдаланып жатсыз ба? Ажырасқан. Сізге әйгерім айтты ма? Неге сөйлесетін адамыңыз жоқ деп ойлайсыз? Просто. О, братишка, қалайсың, қалай жағдай? Жақсы. Сенің осында істейтінді естігенде туысқандарың жостқа қуанды ғой. Көріп тұрмын. Қарсы бәрі келіп алған ғой. Келдір. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Қалай? Туысқандарды ұмытып қалғансың ба? Жоқ, бәрін білемін ғой. Білесің ба? Ағаңды білесің ба? Ескендір емес пе де? Ескендір дейді. Қайырғали ағаңды ұмытып қалғансың ба? Енді қалада өскен ғой балалар, қалада өскен ғой. Қалай? Машинаның барлығын кіргізіп жақсылап тұрып істеп бересің ғой? Кіргізгенде аға не ғой? Свойский. Мен малярым ғой, сен инженер емеспін ғой. Енді какая разница, маляр, инженер. Екеуі бір тема деп өткенде айтып отыр ғой. Естіміз, ана естен кіргізек па, әлде арттан кіргізек па? Қайда кіргізесің? Мына ішіне кіргізек та енді машиналарды. Мынау стратегический объект. Кіргізуге болмайды. Тем более бөтендерге. Бөтендерге болмайды. А бізге болады. Біз туысқандарымыз ғой. Тем более мен сенің мынандай кезінен білем ғой, білесің ба? Әпчу дейтін. Кәне көрсетші. Қош бірдан. Кәне. Не ғой? Трусеге шештісам, салбыратып. Ой, я, братан, я. Не ғой? Мына жерде үлкен не бар? Не бар? Парковка бар. Сол жаққа барып машиналарыңызды қоя беріңіздер. Кешке өзім келем. Болды. Бір ауыз сөзің, мөлдіреген көзің ғой. Осының бәрі балалық шақтан деп ойлайсыз ба? Мұның бәрі пахрам, ё-моё. Жоқ, әкеңізді кінәламаңыз. Бұл мәселе жайында бізге тереңірек жұмыс істеу керек сияқты. Өкінішке орай сеансыңыз аяқталды. Бірақ ертең келсеңіз болады. Ал бүгін кешке келсемші. Ну что, ты обиделась? Нет, все нормально. Бәсе. Короче, вчера с пацанами собрались на футбол. Кабдол, ты серьезно? Ты у меня спросил всего один раз. Я на тебя 2 раза обиделась. Түсінбейсің, дос қыздар бар ғой. Қазақ не орысында бәрі бірдей екен ғой. Ты про ситуацию с Маратом Мухтаровичем? Ну и рассказываешь все. Ну и что рассказывал, Кабдол? Мы теперь всю жизнь будем так скрываться, прятаться. Опять эта тема. Нет, не будем скрываться. Вот на днях скажу Марату Мухтаровичу. Правда? Правда? Потом гордо будем ходить, за ручки держаться вот так. Весь завод будет знать. И твои коллеги, и мои коллеги. Забор уберем там вообще. Весь мир будет знать. Нет, серьезно. Хочешь мороженое? Пойдем. Дядя Алик, срочно көмегіңіз керек тұр. Ну, вы же этот опытный инженерсіз ғой, по-любому білесіз ғой. Чё там? Не болды тағы да? Машина траекет тұр, и бензин көп жейді. Не істейді ондай кезде? Свечканы қарау керек.
свечка, да? Оны өзім ауыстыра аламын ғой, да? Конечно. Так, свечка болса. Шу, елки, кімнің машина? Қайда машина? Машина прям вот заводтың мына жағында тұр. Жүріш көрсетем машинаны. Пойдемте. Қайда кет? Машинаға? Анау ВДшкіні кім алады? Кілт алу керек. Компрессорды алу керек. Бар, ал. Түрлері қандай? Ой, ё-моё. Как наберут, кого попало, блин. Так, все, осы жерде сымдарды ауыстыру керек. Все, здесь подушка, свечканы ауыстыру керек. Так, на 14 кілт аласың да, ананы не бұрау керек. Все, болды. Ага. Все. Давай, алға. Все. Вы куда? Үйге. А чё нам бәрін кім істейді, дәлік? Вот ты даешь. Кто обещал, то ты делай пусть. Қызықсың сен. Ну, понимаю, чуть нагловато, конечно, но это... Көмектесіп жіберіңіз үшін, почему так сразу үйге вот, а? Неге сен сөйтесің, дядялік, ё-моё? Я понимаю, там любитель под машиной полазить. Но я и в ванной люблю полежать свечками. Ну, кішкене подсказ беріп хотя бы тұрмайсыз ба? Мен істей алмаймын ғой, ё. Интернет тебе в помощь. Как раз үйренесің. Давай. Алло, дядялік. Черный Камрида. Бензонасос ауыстырып тастадым. Дұрыс қой, да? А, подушка дедіңіз ба? Ой, ема, айтпайсыз ба? Не, я знаю, что ты мой начальник. В этом месте у меня самого нету премии. Все, давай. Мам, қол қойып берсеңіз. Айтпақшы, Айгер. Сенің ана психологың бар ғой? Пушка. Да? Айттым ғой сізге. Мен бар ғой, өзім сондай күшті сезініп отырмын бар ғой. Я көмегі тисе қуаныштымын. Бүгін кешке, наверное, кинотеатрға баратын істелген жұмысың үшін сені де марапаттау керек еді. А может, бірге барамыз? Мен билет алып қойғам. Честно, мне вообще не до кино. Сіз де жұмысқа кіріссеңіз. Сіз предложенияларыңызды слишком резко жасайсыз. Ал қыздарға романтика керек. Негізі, 2-3 күн хабарласпасаңыз, сосын өзі келетін болады. Реально? Вообще, ой, машина. Рахмет сізге. Жарайды, онда мен кеттім. Жақсы. Мен енді қашан керек? Негізі білесіз бе, Марат, бұл мәселе бойынша маған келе берудің қажеті жоқ. Менің қазір клиенттерім көп емес. Анда-санда звондасаңыз да болады. Бұл мәселені талқылап шешетін боламыз. Серьезно? Ну, вы не машина, а самолетсыз. Жақсы, мен кеттім. Жақсы. Жәке, қалайсың? Тым көп кофе ішіп қойған жоқсың ба? Жоқ, нормально. Әлде колледжде сабақтарың қиын болып жүр ма? Түні бойы кітап оқығам ғой мен.
бір бастасам тоқтай алмайтын нашар да менің. Да? Кеше қандай кітап оқыдың ал? Кеше кіріспе оқыдым. Инженерліктің басты адами қасиеті, инженерлердің өмірлік ұстанымдарының мақсаты дейтін. Жандос, мен черный списогіме кірмес бұрын маған шындықты айтқан дұрыс ау. Сенен жасырт естейін еді. Короче, туысқандарым мен повышение алғам естіп алған ғой. Сөйт барлығы машинасын тегін жөндетіп жатыр маған. По-туысқанский, по-братский дегендер. Енді неге жоқ деп айтпайсың? Ой, жоқ деп айтсам, сразу әке-шешеме барады, балаларыңыз ойбай, көмектеспей жатыр деп айтады да. Бір рет тойдан кейін туысқандарымды үйіне апармай қойғам ғой. Папам бір ай сөйлеспей қойды менімен бірге. Жоқ, енді туысқандарды апарып тастау это святой, конечно, но бұл басқа мәселе. Бұл сенің жұмысың, сен ақшаңды алып жатырсың. Жұмыс уақытында келсін, адам сияқты ақшаларын төлесін, наоборот саған поддержка жасасын. Барда жоқ деп айт. Либо өзің айтасың, либо мен айтам. Мен өзім айтам оларға. Мен че оларға источникпін ба? Либо ақшасын төлесін, либо жөндемей. Алло, мен столовыйдамын. Мен пицца алдым. Ал бұрын тек сам салатынмын. Бұл да паханның кесірі деп ойлайсыз ба? Жоқ, сіз просто пицца жегіңіз келгеннен кейін пицца алдыңыз. Алло, прикиньте, Әйгерім маған галстугың әдемі деді ғой. Как вы думаете, ол маған ғашық, что ли, да? Менің ойымша, ол бүгін сұранатын сияқты. О, братишка, қалай? Как раз сен туралы айтып жатқанбыз. Бетик, мына жерде біз ескі машиналардың барлығын тастайық та, салоннан новый машина алып шығайық, без пробега. Қалай? Тыңдаңдар барлықтарың. Иә? Мына зауыттың сыртына бесплатно или халява деген жазу көріп тұрсың ба? Көріп тұрған жоқсың ғой? Значит, бесплатно емес. Или че, інілерің бір орынға отырды деп сразу басыну керек па не? Болды, жарайды, ашуланбай. Енді ана ауыстыру жағы кішкене ауырлау кетті, бірақ туысқандарыңа ходовка, анау барлығын по-свойски істеп беретін шығарсыңдар енді. По-свойски да, по-туысқански да, по-братски дегенде жоқ. Келіңдер, официально төлеңдер, адамның еңбегін нанын жемеңдер. Жандос? Сен бар ғой, мақтысың бар ғой. Сен бар ғой, молодессің ғой, дес. Елдің бәрі сен сияқты әділ болса бар ғой, біз баяғыда. Бірақ ана мамаң ертең қонаққа барған кезде мына ескі машинамен қалай болады екен? Жолда сынсақ, авария болсақ, бір жағынан сен де кінәлі қылғың келіп тұрған жоқ та. Не істейміз онда? Жарайды онда. Не сен айттың ба? Айтқанда еще как. Прикинь, айтқан ем түрлі рақып кетті ғой. Сен үйреткен дегенде бардың да, четко айттым. Істемеймін деген ем. Бәрі түрлері вообще прикол болып кетті ғой. Рахмет саған. Ол қашық. Мен өзім де дәл осылай қиналдым. Вот поэтому саған осындай совет бердім. Енді рахметің үшін сені кафеге шақырайын да? Ну, если чисто рахмет үшін, можно. Все. Ертең кешке боспын.